Ассаламу алейкум, эфирде хаберлер. Студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам, вешімдікі дақаға бойлы мәлімат. Қырымда Девлет байрағы ве гербо күні насыл қайды тіле. Варшавада кешкен ОБСЕ топлашывына Қырым етіп барды. Русияның чешіт ерлерінден келген юзелі спортшы Александр Кульков адына Бутун Русия Сантрач фестивалінде иштирак еттілер. Қырымның олимпик спортчылары тэквондо бойынша ачық турнирде Русияның 32 регионындан 300-ге якын спортшы топланды. Қырымда Девлет байрағы ве гербо күні қайдатылы тымсалер 1992 сенесі сентябрь 24 күні Ярмаданың юқары шурасы тарафындан таздықланғанады. Қырым сәкенлеріні бұл байрамнен Сергей Аксенов қайырлады. Бүгінгі байрам Ярмаданын халқларыны бірлештіре, граждан кемалатыны, сияси месулетлігіні ве Русиянен узулмеген бағыны тимсал ете. Қырым бары күнлері Ярмадамызны түбінде біз тарихи адаретлікні яныдан тікледік ве евімізге қайттық. Бүгін Қырымда спортивтет борлері мектеплерде тантаналы линейкалар ватан перверлік дерслері кечірілі. Эрбур шерден аш Крым адлы музыкаль акция черчевесінде ерлар ижра етілі. Айпетри дағының топесіне де енді Қырым Девлет байрағыны көтерділер. Малюмат Қамачавы бозылды. Қырымдан невбетеке Эйет Варшава шерінде ОБСЕ топлашывында чықышта бұлынды. Қырым жемачыларының бірлікте бозым телевизион тақымымыз да Лихистанға етті барды. Бұл вақытта Айше Шулакованың мақсус репортажы. Рифат Бей, ассаляму алейкум. Бараки суалим вар. Вы думаете возвращаться в Крым? Вам же отменили запрет уже. Вы же знаете прекрасно о том, что я нахожусь под арестом заочным. Русияда ясақ етілген Қырым татары межлесінің лидері Рифат Чубаров Қырым ақында суалерге жауап бермектен қача. Қырым топрағында яшаған ватандашларымыз ақында сақты малюматның нөвбеттеки порциясыны тариф етмеге ашықса керек. Как вы считаете, а где ваша обещанная автономия для крымских татар? Рифат Бей, а еще вопрос. Как вы прокомментируете ситуацию с отменой комитета? Какое будущее ожидает Меджлис? Рифат Бей. Ватанамызға 5 жылдан берле аяқ басмаған адам өз халқы ақында не айта біле. Қырым татарлар үшін вады етілген мұхтариет қайда? Бұл суаллер жауапсыз қалды. Түневін Украина президенті Владимир Зеленский Мустафа Джемилевнің Қырым татарларының ақ құқықлары бойынша ве умумен аппаратының векалетлі шақысы вазифесіні лягу етмеге қарар алды. Пан Чубаровны насыл келечек беклегені ақында озыныз тұшыныңыз. Я обратил внимание, как в эту очередь, как слон в посудную лавку, вполз со своей мощной фигурой господин Чубаров. У него возникли, я стоял сзади господина Чубарова, у него возникли очевидные проблемы с прохождением записи на выступление. Чубаровға адди иштиракчылар сырасында қайт олынув нормалары да келішмегені белли олды. Русиялы ватандашлар халқара шурасының азасы Сергей Пинчук тариф еткеніне көре оның чықыш нұтқы язылуынен меселелер пейда олды. Қатырлатамыз ОБСЕ тешкелятының пленар топлашывы милли азлықларының ақ оқуқларына реайет етілуіне бағышлана. И только при поддержке дипломатического корпуса Украины, насколько я понимаю, ему удалось вырвать у организаторов форума право на слово. То, о чем он услышит, то, о чем он скажет, я думаю, что мы вскоре услышим. В принципе, и предполагать нетрудно. Мне, в свою очередь, хотелось бы, чтобы он дал свирепый комментарий по поводу вчерашнего решения президента Зеленского относительно упразднения должности уполномоченного по правам крымско-татарского народа и аппарата. Желаем успешного выступления господину Чубарову и желаем всем нашим крымским участникам хорошо выступить. Бүгін Қырым әйетінің азалары да топлашуда иштирак етежеклер. Олар тек 3 кіші. Бұл ярымадамыздаки региональ милли медини мұхтариетлерінің рейслері ве муфти муавины. Бұндан да ғайры Туркияден Қырым татарлар диаспорасының рейсі универсель келіп етті. Олар Украина тарафындан япылған провокациялардан қачып сөзге шығып олурлармы вақыт көстерір. Bu çıkışta Kırım'daki güzel olup geçken güzel şeylerini anlatacağımız, inkişafını anlatacağımız, dini sahada, biz dini işlerde olganımız için elbette ki dini sahada yapılgan ve son 5 yılda daha evvel aklımıza böyle gel almagan bir inkişafını anlatacağımız. Sadece doğrular ve sadece faktlar elbette ki kimin bu konuda mevzuda bir şubesi var ise Kırım Müslümanlar Dini İdaresi'nin adresi bellidir, kessinler, paylaşayıq.
Ич бір халқара институция Қырым территориясында мониторинг кечермеді. Русия инсан ақуқлары бойынша дүния тешкілетларыны ярымадаға дефалар жеда ведетті. Ама нетиже олмады. Тамам шу ақта Ирина Бережная адына сиясет ве ичтимаи қору Украин институтының мудиры тариф этмеге ниедеті. О, Европарламентның мебуслары кебі Қырымға келе білежеклеріні қайдетті. Мы работаем с депутатами Европарламента. Они посещали территорию Крыма, и все они сделали очень позитивные результаты о том, что никаких ущемлений прав там нет, и тем более крымско-татарского населения, как может быть ущемлены те, и которые 89% приняли гражданство Российской Федерации, пользуются льготами, которые предоставлены Российской Федерацией в связи с репрессиями, которые понес крымско-татарский народ. Им предоставлено право на изучение в дошкольных учебных учреждениях, средних, начальных школах, обучаться на крымско-татарском языке, изучать этот язык. То есть им предоставлены те права, которые не были, когда Крым находился на территории Украины. И если сегодня будут какие-то попытки препятствовать выступлению, со своей стороны мы будем вас поддерживать как правозащитная организация Украины. Варшавада ОБСЕ топлашуы да уч күн девам етежек. Бүгін Қырым сакенлерінің почта құтуларына рақами көбелек шекілінде 500 бин малюмат кағыты йоланылды. Бұақта Қырым Жымқұриетінің ішкі саясет малюмат ве бақ везірі Сергей Зырянов хабаратты. ОМ Русияде аналог теле яйынлав октябрь 14 күні тоқтатылажағы ве Қырым сакенлері өз почта бөліклерінде телевизион приставкаларына сатын ала білежеклер ақында хатырлатты. Оларның фияты тіджари мерkezлерге баққанда ұжызды. Здесь все написано, как перейти на цифровое телевидение, какие каналы можно смотреть, 27 каналов, как 20 федеральных, 7 каналов региональных и еще 3 радио можно смотреть в этих всех 3 мультиплексах. Здесь также размещены телефоны горячей линии, как федеральной, так и региональной. Центр наш оперативного реагирования при Совете министров Республики Крым постоянно на связи. Қырымда Эрмени медениетінің күнлері кечті бұл сәне тедбір ярмадада Эрмени жемиеті тешкіл олғанының 30 елігіна бағышлана. Амели Суслю санат ұсталарының сергілері мели емеклер пұшырлығы бойынша мастер-класслар ве Арарат адлы Эрмени ансамблінің фестивалі кефе алуштаве Ахмезжет шерлерінің сәкенлеріні қувандырды. Программа сложена так, чтобы показать культуру разных регионов, где проживают армяне. И когда мы видим, как они сегодня друг друга встречают, их лица радостные, общение, это еще раз доказывает, что мы работаем все вместе в правильном направлении. То есть мы даем людям не только время, чтобы окунуться в их культуру, но также пообщаться, набираться опыта и обмениваться хорошим радостным настроением, которое сегодня царит на наших площадках. Тантаналы тедбір Герменистандан да эйет келді. Мы привезли с собой народные промыслы, экспозицию одного из наших музеев, которая посвящена Айвазовскому. То есть здесь все, и культура, и наука, и политика. Вот. Приехали мы, конечно, с хорошим настроением, потому что приехали на дни армянской культуры в Крыму. Мы очень благодарны руководству Крыма за возможность, значит, представить культуру нашего народа. Эрмени эйтінің векілері Жұмхуриетінің везірлер шырасында кечірілген топлашуда бойлы байрам күнлеріні тешкіл еткен Қырым тарафына тешекерлер білдірділер. Мы же со своей стороны, конечно же, готовы на взаимодействие для того, чтобы друзей у Крыма становилось больше, чтобы наш многонациональный Крым принимал друзей, всегда готов оказывать любое содействие, конечно же. И в целом те предложения, которые сегодня были озвучены, конечно же, будут прорабатываться в правительстве для того, чтобы мы дальше могли их реализовывать. Қырымда аратланғанлар тәтілден мемнун қалдылар. Мемлекетнің курортларында ял алған русиялілер арасында кечірілген сұравның нәтижелері бойледір. Қырым Русия курортлары арасында шерефлі екінші ерні алды. Бірінші ерде Детінже Краснодар жевары. Үшінші ерге есе Москва ве Санкт-Петербург найл олды. Бұақта бүгін жемат фокарны огренген бұтын Русия мерkezінде Девилет акиметі органларының еш бойынша мудир Кирилл Родин Ахмезжете кечірілген видеоконференцияда хабер етті.
етті. Қырымда суралғанларны тек екі шей құрқуза yüksek фиятлар ве ярамай сервис. Ама бұна бақмадан яз девамында Қырымда 6 миллионға яқын адам ратланды. Ахмеджет кірішінде екі адам қазада зарар көрділер. Кеченлері BMW ве ВАЗ арабалары бір-біріне қаршы урылдылар. Юл нақлет қазасы бір Қырым айдавжысының видеорегистратор камерасына тұшты. Қазақ Ахмеджет юлында Мамут Султан ве Жолман көйлері арасында юз берді. Шатлар айтқанларына көре BMW айдавжысы домен башында юқлап қалған. Ол қаршы елға шығып, ерлі арабаны сұрып кетті. Муфтиятта азатлықтан шартлымай күм етілгенлер үшін курслар açılды. Лекция программасында ислам динінің темелері угренілі. Бұл ақлях меселелері рөхсет ве сақ етілген шейлер ақында малюмат. Дерслер Қырымның жинай ижра инспекциясының бераберлікте алып барыла. Олар еркез үшін ачық ве бедава лекцияларының жедвелі еркун деніші. Вақыт ве күні лейханын ребері тәнлей. Муфти ярдымжысы Мухаммед Исламов енді 8-ден зияди лекция кечірді. Умумен уч групп açıldı, оларның біріне 5-6 адам қатнай. Қиын заманға, қиын дұрымға түше білер еркес, дин идареміздің бойыны боржы бір ватандашқа қол ұзатмақ. Дини тарафы олмаса, инсан тербиялы олмаса, иманлы олмаса, бек күч яшамаға, ve din yardım ете insanға батақтан çıkmağa. 20-ден зияде бала Қырым татар тілінде оқылған шерлер конкурсында іштирак етті. Тедбір Белабеш микрорайонын жемесі янындаки Илім Чуқрағы мерkezінде бірінші сефер өткерілді. Конкурста 3-12 яшына балалар қатнашты. Олар ezberден насыл шерлер оқылғанлар ақында бізім мұхбірлеріміз девам етем. Конкурс іштиракчылары өз ерлеріне отырдылар. Оларның бірі Қырым татар тілінде шерлер ezberlеді. Біріншілер сырасында залының мерkezіне 5 яшлы зубедей чықа. О анасына ярдым еткен ақта тариф ете. Бекер есе бізім халқымыз ве ватанымыз ақында шыр сечті. 4 яшлы селем мандауқов меркезі açılғанындан берлі, яғни бір ел девамында қатнай. Оғланчықның анасы қызчығы біраз оскен сон, ағасына мұтлақа қошылacağını айта. Hocalarımızға çok sağ olun. Bizim балачықларын öğrenелер. Her vakit келеміз мұнда. Баларынан чоқысы Белабеш қасабасындаки оқув мерkezінің кенже группасына қатнай. Илім чоқрағына балар атлық күнлері келелер. Олар ана тілімізні тек учай öğrenелер. Bazıları ana tilinde pek yaxşı laf etmeyler ama tırışalar ve istekleri tek çok. Шерлер конкурсында балалар Қырым татар тілінде doğru телафузны нумайыш етелер. Оларның муафақетлеріне жюрезалары қимет кесе. Қуандық балаларын айтып бергенлеріне шындай тіллері қатып айланап өзіміздің тілімізде татарча яқшы айталар, яқшы ezberlilер. Конкурсның соңында баларға татлылықлар софрасы донатылды. Эпсі штиракчыларына медалер ве фахри ярлықларнен мүкафатладылар. Илім чоқрағында шерлер конкурсы ilk sefer кешірілді. Тедбірде Белабеш қасыбасынан 20-ден зияде качык сакины штирак етті. Меркезінің реберлері невбетеки ярыш 50-ден зияде баланы топлайжағында эмин. Фатиме Сейдаметова, Эрвин Эмиралиев, Миллет үшін. Ялтада балалар үшін Бутун Русия Сантрач фестивалі кече. Тедбір кинопродюсер Русияден нам қазанған санат ырбабы Александр Куликовның қатырасына бағышлана. 5-14 яшына же 100 іштиракчы баш мүкафат уғрында ярышалар. Ғалиплер мемлекет кубогы тедбірінде іштирак етежеклер. Фестивальның программасында чешет Сантрач турнирлері, мастер-класслар ве Қырым бойынша экскурсиялар кечірілмесі бар. Мевзоны мұхбірлеріміз девам ете. Таймер құрылды, ойын башланды. Мирослав Вершинин әрбір юрышы üzerinde түшіне. О Сантрач спортында 4 яшындан берлі. Рақыбыны енмеге ниет ете. Я сегодняшней партии сделал 7 ходов и думаю, как победить. Ялтада балалар үшін кинопродюсер Русиядан нам қазанған санат ырбабы Александр Куликовның қатырасына бағышланған Бутун Русия Сантрач фестивалі кече. Иштиракчылердің яшы 5-тен 14 қажы. Тедбірінің эсас васифесі яш Сантрач ойыншыларының ұсталығыны yüksельтмектір. Бір партия қарарнен 1,5 саат қадар девам ете. Ярышларға Бутун Русиядан балалар келіп еттілер.
В день открытия стартуют главные турниры, классические турниры, этап детского Кубка России, мемориал Александра Куликова. То есть состоятся юношеские турниры в разных возрастных группах. До 9, до 11, до 13, до 15. Среди мальчиков, среди девочек. Борьба будет идти за кубковые очки, за право попадания в суперфинал Кубка страны. Фестивальнен баш мусафыры Русия ве Европаның уч дефа чемпионы Татьяна Косинцева. Спортчы тариф еткеніне көремов хайет ве галибе баланын тырышывы ве истегеніне бағлы. В первую очередь, как мне кажется, ребенок должен просто любить то, чем он занимается, делать это с радостью, с удовольствием, и чтобы родители, конечно, поддерживали, помогали вот это увлечение ребенка, и тогда каждый, в принципе, может, мне кажется, проявить свои самые лучшие сильные стороны. Сантрач oyuncuları сентябрьнің 30-на же ярышлашacaklar турнирінің соңғы күні iştirakçılarını халықара гроссмейстер Татьяна Косинцеваның бір вақытта кечірілген ойынлар сеансы беклей. Галиплеріні кубок, медальлер ве қиметлі бақшышлардан мүкефатладылар. Султан Истакаева, Севиля Меметова, Виталий Голубев, Миллет үшін. Купурлы койде байрам. Мында чоқ еллар девамында илксефер бекленілген койдешлер ве тамыр сакинлер корышывы кечта. Балалық достларының корышмек насыл дұғылар бағышлағаны ақында Сабрия Алимова тариф етмеге азар. Топлағанлар ескіден қалған жәмеде намаз қылдылар. Юзден зияде ватандашымыз топлашып тамырлары бұ ерден олған эжатларымызның қатарасыны дуанен аңдылар. Дуадан соң келгенлерні донатылған софралар, қырым татар, түркі венағмелері шең ойынлар бекледі. Милли абалар койның бір көшесіне етіп байрам мұйтыны яратты. Мусафирлер арасында көпірлі койынды доған Куртваде Гафарова да олды. Қартаны энді 80 яшыны толдырды. Балалық чағыны көз өгіне кетіріп, өз хатырларының бізнен пайлаша. Бабасы чобанлық еткені, анасы тұтын жиғаны ақта тарифлей. 1944 сенесі Куртваде бетта халқымызмен берабер өз ватанындан айрылды. Сүргінлік еллары башындан кечірген қиыныклары дайыма көз өгінде дей. O vaxtda mən son 54'te Dedondan çıxıb Şveyni fabrikaga Emine Axın Babayeva Kakansek. Onda Fısuvağa bardım okumağa. Onu bitirgen son Şveye мастерис работала. До 60-го года работала. Ақсақалар арасында Нафи Ваапов да бар. Хардбабаның тамырлары да бұ койден, оның эжатлары зенгін инсанлар олған. Хардбаба тариф еткеніне көре койының көрініші деңішті. Ама халқымыз арасында оның ескі ады көпірлі кой сақланып қалды. Бұл кой бияқлары тау, қырлық болған. Şehirlerine okullar yaşanmaz. İnşallah ben işanam. Bu yerde son bir su çıkan, balçık. Aram Rusya aytqanda ne bolgan? Kırım'dan çıkan balım ben, Üsküp'ten çıkan evim. Adamlar birbirine barıp kemege oyakka biyakka. Ural, Kral, biz Ural'a düşken edik. Taştan, bir parça ağaçtan, köprü yasaganlar özleri. Çok beklenilgen көрішів бір-біріні 50 yıl көрмеген insanlarını bir yerde topladı. Herkes lezzetli pilav, tatlı yemişler aşağın son meydanға çıkıp kaytarma töşedi. Tedbirning teşkilatçısı Rasim Kerimov böle көрішівлер yaxşı adetke çevrilgenini qayd etdi. Allah kısmet etse bu sonundagildir ileride olmak gerek görüşevler çokça. Umut etemen milletim sağ olup ne millet ne tilimiz bir şey saklap da çok görüşevler bu bizim toprağımızda ileride daha çok olur. Böyle kıbı көрішівлерінің bayram muhiti insanlarga bir yıllık kuch beri. Endi vatandaşlarımız 2020 senesi toplaşıp көрішів teşkil etmege niyet besleyler. Ахмездетте тэквондо бойынша Олимпийцы Крым адлы 10-чы ачық юбилей турниры кечті. Русияның 32 регионындан келген 300-ге якын спортчы ең күчлі унваны оғырында көрешмек мақсадынен келді. Парлақ спортивтет бұрақында Султан Истакаева тариф етежек.
Русияның 32 регионындан келген eycanlı спортчылар sıraға тізілділер. Спортив салонда тантаналы муит. Олимпийцы Крыма адлы тэквондо бойынша 10-й юбилей турниры Қырым-татар ансамблінің чықышнен açılды. Беждақалық тенефюс ве бірінші ұруш татамеде Русияның 2 чемпионы. Ама енді екінші раунда Владивостоктан келген 14 яшлы Данил Макавкин сайы бойынша ғалип шыққа. О ақяр рахибине урувларнен уджум етті. Я выиграл 14-13, 4-13. Ну, я работал спереди ноги, в клинче работал. Было тяжело, потому что категория высокая, но справился. Комшу татамиде Дамир ақлы тұтушов. Мұнда ғалебе қазанмақ үшін инкянлары сынырлы ұлған 2 спортшы күреше. Буағыр көрішівде Жанко шерінден келген Андрей Куликов ғалип чықты. Спорта о 2,5 жылдан берлі, ама енді Русияның паратэквондо тақымына кіре. Работали на самых простых упражнениях, чтобы не привести к ошибке. Соперник Женя Боровко, он симферополец. Неплохо, хороший соперник. Тоже не хватает немножко ему физической, так сказать, силы. En yaş tekvandistler ayaklarının urus sayısı boyunca kureşeler. Vazife kollarını tegizmeyip elektron gruşanı güçlü ve tez urmaktır. Надо в кружки попадать, а тогда засчитываются баллы. Просто бил на месте и не останавливался. Elektron gruşalar Kırım tekvandistleri için yanılık. Onlar Cumhuriyet Devlet Şurasının ayrılgan grant paralarına alındı. Тестовый вариант, где спортсмен набивает и больше демонстрирует свою технику, точность удара, скорость удара и количество ударов. Нас поддержал тогда весь Государственный совет. Ну и вот с помощью... Но мы уже за это время еще много чего приобрели. Yıl-yıldan bu turnir musafirler ve iştirakçiler sayısını arttıra. Kırımda bu olimpik sport çeşidi popüler olmakta. Безусловно, такие турниры проводить надо ежегодно. Сюда съехались обменяться опытом и чемпионы мира, и чемпионы Европы, поделиться опытом с молодыми спортсменами, с начинающими спортсменами. Я думаю, что всем понравится, все уедут отсюда довольны. Ғалип чыққанларыны фахри ярықларнен ве медальлернен тәқдирледілер. Енді бірінші ерлеріні қазанған іштиракчелер Қырым кубогы үшін күрешечеклер. Тедбір декабрь айында планлаштырылды. Эльмаса Блакимова, Султания Ситакаева, Рамазан Аливапов, Милет үшін. Шымдықыда қаға бойыпсы қаберлер кележек ейнімізіні 21 бұчықта қачырманыз. Қайырлы ақшамлар.